атанып, жеңіл автокөліктің кілтін иеленген болатын. Енді оғысы екі азаматтың қолында. есе тағы бір айта кетерлік жайт, Дәулетхан өткен жыл отау тікті. Иә, отау тіккен жігіттер жетерлік. Руслан Әбдіразақов та былтыр қараша айында сондай шаңырақ құрды. Енді құрметті көрермендер, Дулат Алпысов пен Дәулетхан Жақыповтың талас тарланы мен Аманжолдың арасындағы тамаша тартысты мінекей тамашалайық. Енді өздеріңіз жақсы білесіздер, 2014 жылы Дәулетхан Жақып қандай бір кездесуінде болмасын ұзаққа созған жоқ болатын. Өте әдіс тәсілдері ерекше болды. Барлық жанкүйердің есінде. Екі балуанда бір-бірін қазір аяғымен көтере тастап отырса да, және қазір бүк ұпайы Дәулетханның еншісінде, қарсыласының жасына қарамай, салмағының ауырлығына қарамай әдеметін. Және бір жайт, құрметті көрермендер, биылдан бастап қазақ күресінің киетін киіміне де, балуандардың киетін киіміне де, және ережеге де аздаған өзгерістер енгізілді. Байқаған болсаңыздар, киімнен бастайық. Қазір балуандардың қысқа балағы сәл ұзара түскен. Бұл мұсылман елдері балуандардың өтініші бойынша істелген делінеді. Ал сондай-ақ мынау шынтақ жарақаттанып қалмас үшін жеңде сәл ұзара түскен. Балуандар бұрын жеңнің сыртынан ұстайтын болса, енді ішінен де қапсыра ұстауға мүмкіндік бар. Бұл ереже, және байқаған болсаңыздар, жаңа Дулат Алпысов қолын жерге тіреп қалды. Қазір екі қолды тіресең де, бір қолды тіресең де, міндетті түрде қарсыласқа бүк ұпай беріледі. Бүк ұпай қазір біздің бүгінгі балуан талас арланы Дәулетхан Жақыптың еншісінде. Сөзіңізді жалғай кетейін. Тура осы ереже өткен жылы желтоқсан айында енгізілді. Алғаш болып осы қазақ күресінен ұйымдастырылған қазақ күрес жаман емес, өте керемет күрес қыза түскен, динамика пайда болған. Сонымен қатар өзіңіз жақсы бір ескертуді тамаша өзгерісті айта кеттіңіз. Тізесінен төмен қарай, бұл да палуанға жарақат алмауына көп пайдасы бар. Қазір екі бүк ұпайды Дәулетхан Жақыпов алып үлгерді. Біріншісінде өздеріңіз жақсы білгендей Дулат Алпысов қолын тіреп қалған үшін еленген болса, екіншісінде қарсыластың сылбыр күрескені үшін, яғни Дулат Алпысовтың сылбыр күрескені үшін оған ескерту берілді. Қазір сол ескерту алғанына қарамастан Дулат әлде бәсекеге, белдесуге кірге алмай жүрген сияқты. Қол шығып кетті қазір. Қолы кілемнен шығып кетті Дәулетхан Жақыповтың. Дулат Алпысов сәл аяғы бақсап қалыпты сәл-пәл. Қарасанын ұстап бара жатыр. Дәрігер көмек керек болар ма екен? Жоқ, бәрі дұрыс сияқты. Және бір ескерту көрермендеріміз үшін, құрметті көрермендер, қазақ күресінің жаңа ережесіне сәйкес енді балуандар белді. Дулат Алпысов қазір жарыс жалғастыра алмайтын сияқты. Құрметті дәрігерлерді ортаға шақыратын сияқты, дәрігердің көмегіне жүгінетін сияқтымыз. Қазір байқағандарыңыздай оң жақ санын көбірек ауырсынып тұр. Дәрігерлер қазақ күресін 2011 жылдан бері қарай тұрақ түрде осы Қазақстан барысы жобасының қарқынды жазына ұлттық әл-ауқат қоры. Бұл бас серіктес. Ал әлеуметтік аушы Қазақстан телерадиокорпорациясы, Қазақстан ұлттық арнасы және Қазспорт телеарнасы. Дулат Алпысов қандай жағдайда жарақат алып қалды дейтін болсақ, құрметті көрермендер, жаңағы бір сәтте қарсыласының жасқа толған екен. Шіркін-ай. 36 жасында республикалық турнирде осындай бірінші рет кездесіп жатқан бұл жігіттің де, бірінші белдесуіне түсіп жатқан жігіттің де жігері зор дей аламыз. Мұндай уақытта көбі спортпен қоштасып жатады, ал жоқ, Дулат жарамайтын сияқты. Құрметті көрермендер, Дулаттың жарақаты сол бойынша сыр беретін сияқты. Өкінішке қарай солтүстік Қазақстан облысының балуаны екі бүк ұпайы қазір Дәулетханның еншісінде. Төрешілер қандай шешім қабылдайды? Жоқ, қазір осымен тоқтататын сияқты. Себебі өздеріңіз куә болып отырса, мінекей, тура солай жарақатына байланысты Дулат кездесуді тоқтатты, өзі өтініш білдіріп, ал өздеріңіз куә болып отырсыздар. Қазақстан бар жобасының алғашқы бәсекесінің кездесуінде Дәулетхан Жақыпов жеңіске жетті. Бәрекелді. Дулат Алпысов